Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгінгі күні сіздермен оқу әдістемелік кешенді құрастыру әдістемесі тақырыбында өз тәжірибеммен бөлісемін. Сафуан Шаймерденов атындағы қалалық классикалық гимназияның бастауыш сынып мұғалімі Абуева Райса Тұрлыбековна. Құрудағы жүйелік әдістемелік тәсіл оқу әдістемелік кешені. Оқу әдістемелік кешенді жобалау кезеңдері. Оқу әдістемелік кешенді білім беру процесіне енгізу шарттары. Оқу әдістемелік кешеннің құрудың міндеттері мынадай болып табылады. Білімнің тиімділігі, сапасын арттыру, оқытудың белсенді әдістерін енгізу, оқушыларға оқу материалын игеруде әдістемелік көмек көрсету. Білім алушылардың өздік жұмысын және білімін бақылауды дұрыс жоспарлау және ұйымдастыру. Оқытушыларға шығармашылықтарын жетілдіруге көмек көрсету. Дайындық кезеңі білім беру үдерісінің мазмұны мен мақсаттарын, оның нәтижелерін және технологияларын жобалау, алдағы оқу сабағында оларға қол жеткізу. Жалпы біз сіздермен, құрметті ұстаздар, жасап жатқан жұмыстағы нәтижені жинақтауымыз керек. Сабақ үдерісінде біз курс, факультатив, үйірме, дарынды балалармен жұмыс, мотивациясы төмен балалармен жұмысты жасаймыз. Сол жұмыстарды жинақтау мақсатында өзіміздің еңбегіміздің нәтижесі ретінде келесі әдістемелік құралдарды әзірлеу нысандары немесе формаларын ұсына аламыз. Басқа әріптестермен бөлісу мақсатында. Бұл бізде авторлық бағдарлама болуы мүмкін. Ең күрделі бөлімдер бойынша әдістемелік ұсыныстар, әрине мектеп бағдарламасы бойынша, өзекті мәселелер бойынша әдістемелік құралдар. Бұның ішінде сабақтар мен сыныптан тыс іс-шаралардың әдістемелік әзірлемелері ұсынылуы мүмкін. Және де оқу әдістемелік кешеннің электронды материалдары. Жалпы осы жұмыстарды бастамас бұрын өзіміздің бірнеше жылғы іс тәжірибемізді қорытындылай келе, біз алдымызға мынадай міндеттер қоямыз. Осы оқу сабағына арналған білім беру мазмұнын анықтау. Оқытуда тәрбиелеу мен дамыту мақсаттарын анықтау. Білім беру мазмұнын құрылымдау, меңгерілуге тиісті оқу ақпаратының негізгі дидактикалық бірліктерін анықтау. Оқу сабағын жоспарын құрастыру. Әрине, әр сабаққа қажетті материалдық техникалық жабдықты дайындау. Осы міндеттерді шешу үшін оқушыларға біздің нормативтік және оқу әдістемелік құжаттамаларды қарап, сараптап, талдап ұсынуымыз қажет. Негізгі кезеңде біз сіздермен таңдалған жаңағы әдістемелік құрал бойынша немесе авторлық бағдарламалар бойынша ең бірінші қандай қадам жасаймыз? Ең бірінші біз сіздермен мектепте жаңағы директор жанында отырыста, немесе әдістемелік отырыста, немесе педкеңесте осы тақырыппен таныстырамыз. Бірнеше жыл бойы жаңағы жасаған жұмысының нәтижесі ретінде осындай авторлық бағдарлама немесе әдістемелік құралды бастағалы отырмын деп. Және де бұл міндетті түрде сол жаңағы отырыста хаттамаға жазылуы тиіс. Содан кейін жүргізілетін сыныпты таңдайсыздар. Жүргізетін сыныпты таңдағаннан кейін өз мекемеңізден басқа білім ошағымен байланыс жасауымыз керек. Себебі сіздің құрастырып жатқан әдістемелік құралыңыз немесе авторлық бағдарламаңыз басқа да білім мекемесінде сараптамадан өтуі тиіс. Ол жерде де дәл осындай жаңағы әдістемелік отырыс немесе педкеңесте таныстырып, айтылып, мақсатты, міндетті, не себепті айтылып жаңаға жазылайын деп жатыр, жүргізілейін деп жатыр, сонымен таныстыруымыз керек. Және де бастар алдында бастапқы жаңағы білім сапасы мен қорытынды білім сапасын жаңағы салыстыру мақсатында жұмысты жаңаға бастаймыз. Мүмкін ол сіздерде
жаратылыстану бағытында болғандықтан жаратылыстану пәні бойынша болатын шығар курс, немесе әдістемелік құрал, немесе математика пәні бойынша болса, сол пәндердің таңдалған сыныптардың бастапқы білім сапасының мониторингі жасалады. Енді негізгі кезеңге көшеміз. Негізгі кезеңде білім беру мазмұнын, оқытудың мақсаттарын іске асыру үшін біз өзіміздің жаңағы мынадай тағы да алдымызға міндеттер қоямыз. Оқушыларға оқу ақпаратын хабарлау, оқу танымдық қызметті ұйымдастыру, олардың оқу ақпаратының негізгі дидактикалық бірліктерін қажет деңгейі меңгеруін қамтамасыз етуіміз керек. Қорытынды кезеңде бақылау жүреді. Оқушының жаңағы оқу нәтижелері, бастапқы және соңғы қорытынды білім сапасы мониторингі, білімдер мен іскерлікті меңгеру сапасы туралы қазіргі заманғы әділ бақылау ақпаратымен қамтамасыз ету үшін бақылаудың әртүрлі құралдарын қолданамыз, қажет болады. Және де міндетті түрде барлығын біз сіздермен хаттамаға тіркеп отыруымыз қажет. Жұмысты бастап кеткеннен кейін, салыстырып өткеннен кейін, әдістемелік жаңағы оқу әдістемелік кешенді сіздер кеңеске ұсынасыздар. Жарыққа, баспаға шығаруға. Қандай құжаттар қажет? Бұл жерде өтініш, ішкі пікір, сыртқы пікір, автор туралы мәлімет, әдістемелік құралдың өзі және де аңдатпа екі тілде болу керек. Ішкі пікірді сіздер өз мекемеңіздегі директорден, немесе директордың оқу тәрбие орынбасарынан, немесе жоғары санатты зерттеуші шебер ұстаздардан аласыздар. Сыртқы пікірді міндетті түрде жоғары оқу орнынан, немесе басқа жаңағы аймақтағы байланыстағы ұстаздардан, жоғары санат ұстаздардан, жоғары оқу орнындағы жаңағы оқытушылардан сыртқы пікірді аласыздар. Автор туралы мәліметте өздеріңіз туралы толыққанды мәліметтер жазасыздар. Алдарыңызда бірнеше папка көріп тұрсыздар. Ең бірінші АКТ, келесі ақпараттық карта, келесі ғылыми әдістемелік тізім, келесі бізде құжаттар, келесі рецензия, келесі хаттама. АКТ деген жаңағы сіздер өз білім ошақтарыңызда және де басқа білім ошағында жүргізген жұмысты актпен толтырып жазасыздар. Ол жерде әдістемелік құрал немесе авторлық бағдарламаның міндетті түрде тақырыбы, мерзімі, сыныбы, жаңағы бастапқы мониторинг, соңғы мониторинг, күтілетін нәтижесі және де қорытындысы болу керек. Екі мекемеде. Ақпаратты картада мұғалім өз туралы жаңағы ақпаратты толтырып жазады. Арнайы кестесі бар. Ғылыми әдістемелік тізімде осы тақырып бойынша жинақтаған мақалаларыңыз, өткізген ашық сабақтарыңыз жарияланған ғылыми әдістемелік тізімге толығымен толтырылады. Қай баспада, қай журналдың бетінде барлық толыққанды толтырылады. Құжаттарда бұл жерде тізім бойынша беріледі, жеке куәлік, тағы да басқа құжаттардың тізім беріледі, сол құжаттар бойынша толтырылады. Рецензия бұл бізде ішкі пікір, жаңағы және де сыртқы пікір. Міндетті түрде осы екі пікір болу керек. Және де хаттама. Хаттама манағы басында айтылып өтілген директор жанында отырыста, әдістемелік отырыста, немесе бет кеңесте сөйлеген екі бірдей білім ошағында толтырылған хаттамалар салынуы тиіс. Алдарыңызға өзімнің жасап құрған кіші жастағы зерттеушілер әдістемелік кітапшамды шағын айтып өтейін деген. Қазіргі кезде енді бізде эмблемасы, жазуы, атау өзгерді, сондықтан оны сіздер біліп жатасыздар. Білім саласындағы әдістемелік жұмыс және ақпаратты технология орталығының титулкасы болады. Және де мына жерде бізде аңдатпасы қысқаша, пікір жазғандар, құрастырушы тұрады.
әрі қарай мазмұны, кіріспе және жұмыс кетеді. Енді авторлық бағдарлама мен әдістемелік құралдың жаңағы екі бірдей өзгешелігі бар. Мысалы, авторлық бағдарламада берілген тақырып бойынша теория беріледі. Одан кейін практика жүзінде сол тақырып бойынша күнтізбелік тақырыптық жоспар және де күнтізбелік тақырып жоспарда қанша сағатқа арналған жоспар бойынша сабақтар, қысқа мерзімді жоспарлар беріледі. Менің әзірлеген жұмысымда дәл осы ретпен болды. Кіші жастағы зерттеушілер бойынша теориялық мағлұматтар болды. Бұл жерде дарынды балалармен жұмыс көрсетілді, қандай жұмыстар жүргізіледі бастауыш сыныпта. Келесі осы тақырыпты әрі қарай әріптестермен жұмысымды көрсету мақсатында, әріптестермен бөлісу мақсатында кіші жастағы зерттеушілер тақырыбында күнтізбелік тақырыптық жоспар болды 34 сағатқа. Содан кейін 34 сағаттық қысқа мерзімді жоспар болды. Және де осы жұмыстың нәтижесі ретінде толыққанды бір ғылыми жоба осы жұмыстың соңына енгізілді қосымшасына. Бұл жерде бізде гимназияда вариативті сағат ретінде зерттеу негіздері бізде пән енгізілген. Сондықтан сол жұмыстың нәтижесінде бірнеше жылғы жұмысты жинақтау мақсатында осындай кіші жастағы зерттеушілер әдістемелік кітапшаны шығарып ұсындым. Жалпы әдістемелік материалдар бұл білім алушылардың оқу бағдарламасын нәтижелі түрде игерілуін қамтамасыз ететін нұсқаулар, ұсынымдар және түсіндірме материалдары болып есептелінеді. Осы барлық жұмыстарды жинағаннан кейін әдістемелік жаңағы отырыстарда ұсынып, ол жерде жаңағы айтылған бір ескертулер болса, оны түзеп, содан кейін дайын болған жұмысты әрі қаратай сараптамалық отырыстарға ұсына аласыздар. Назарларыңызға рахмет.